жас ұлан ұйымының көшбасшысы, яғни ұланбасы болып табыламын. Бүгін біздің лицейімізде дублер күні болып жатыр, яғни өзім көшбасшы ретінде лицей директоры лауазымын атқарудамын. Біздің өзін-өзі басқару жайлы қысқаша айта кетсем, бізде жас ұлан ұйымы және де мұрагер парламенті бар. Әр ұйымда 8 фракциядан және де 8 оқушыдан барлығы 16 оқушы бар. Әр оқушы өзінің фракциясын дамытып және де сол бағытта жұмыс жасап өтеді. Мысалға алатын болсақ, тек қана өткен аптада бізде КМС салған 4 спортшымен кездесу болған болатын. Яғни бұны ұйымдастырған бізде спорт және өнер фракциясы. Температурын, осы теплицаның ішіндегі сыртындағы, сонымен қатар топырақтың ылғалдылығын, ауаны және жарықты бақылай аламыз.